Сәлеметсіздер көрермендер. Бүгін сіздермен менің ең сүйікті жаңа жылдық фильмдердің бірі Интуиция фильміне шоу жасаймыз. Кино басталу салысымен жаңа жыл қарсаңындағы Нью-Йоркқа тап боламыз. Адамдар асығыстап сауда орталығында жақындарына сыйлар сатып алып жүр. Сол жерде бір қолғапты қыз бен жігіт бір мезетте ұстап қалып, екеуі кезек-кезек «Әлжа сіз алыңыз, сіз ала беріңіз» деп сыпайы болып қалады. Тағы башар десе, бұл соңғысы екен. Сол арада таласқа шалда түседі. Қыз бен жігіт бірін-бірі танымаса да, біз негізі жібедік деп қолғапты алып қалады. Қыздың жолы жіңішке деп, бала қолғапты нәзік жандыға қалдырады. Артынша екеуі көрегендік деп аталатын ресторанға келіп жылы сөйлеседі. Сөйтсе бала әлі қолғапты өздің қызына іздеген екен. Неге бұл кафені таңданды десе, қыз атынады. Өмір деген кездейсоқтық тағдыр ғой. Пешенемізге не жазса, сол болады дейді. Сөйтсе қыздың да жігіті бар екен. Значит, сигналы. Да. Сыртқа шығып, жігітке қыз ұнап, сені енді көрмеу мүмкін. Номеріңді бере аласың ба дейді. Қыз болса, маңдайымызға жазса, әлі көрісеміз деп шығады. Жігіт, қойш, менің атым Джонтон. Сенің ше дегеніне қыз жай ғана бетінен сүйіп, рахмет айтып, көлікке отырып кетіп қалады. Жігіт, осы ғана ма деп қапаланып қалады. Көңіл күйсіз үйіне қайтар жолда шарфымды тастап кетіп мо деп қайттан артқа қайтады. Сөйтсе қыз да су жаңа қолбағын ұмытып кетіпті. Жерден шарф көреді. Жігіт те келеді. Қызық. Бала, жүріп қайтамыз ба дейді. Қайда? Білмеймін, бәрібір. Ал кеттік. Мұз айдында жаңа жыл атмосферасында әңгімелеседі. Қыздың ұлды ағылшын екен, бірақ атын әлі айтпайды. Әз дегенде 1-2 сағатта өтеді. Қыз, ал келесі сұрақ, сүйікті фильм. Бала, байсалды люк дейді. Қыз көрмегем деп тұрып құлап қалады. Әдемі қар жауып тұрғанда жігіт қыздың жарасына пластир жабыстырып, оның қолында қалдарын жұлдызға теңеп, романтикалық аңыз айтып береді. Екеуінде бір-біріне деген симпатия бар екені көрініп тұр. Қыз ақыр көніп, оған өзінің номерін жазып берейін деген соғады. Қастарынан басып, жүк көлігі өтіп кетіп, қағазы ұшып, қоқыс қағаздармен араласып кетеді. Қыздың түрі қашып кетеді. Көрдің бе, бұл белгі екеумізге кездесу тағдыр емес дейді. Жігіт, жо, бәлкім қателесесің, бәрі біздің қолымызда шығар дейді. Қыз, менде идея бар деп $5 алады. Мә, өзің номеріңді жаз дейді. Жігіт, біртүрлі екенсің деп номерін қағазға түсіреді. Қыз оны алып, жолдың арғы бетіндегі дүкенге жүгіріп, оған ментол алып, түк болмағандай жолмен жүріп кете береді. Бала басын қасып, не істедің өзі десе, тағдырыма жазса, әлгі $1 маған бір күні оралады. Сол кезде саған қоңырау шалып аламын дейді. Бала, оны сен де маған бір нәрсе қалдыр дейді. Иә, менде кітап бар. Ішіне номерім жазам да, таңертең кездейсоқ бір кітап сатушыларға сатып жіберем дейді. Жігіт, бұл дұрыс емес қой. Өмірімдегі ең әдемі кешті ең сұлу қызбен өткізіп, соның нәтижесін тағдырға қалдырам ба дейді. Қыз қарайды, жүрменмен деп, Уолдорф Астория деген үлкен қонақ үйге кіріп, Артур, қазір екеуміз лифтке кіріп, бірдей қабаттан шықсақ, демек екеуміз бірге болуға лайықпыз дейді. Қызға бұл қызық, балаға идея ұнамайды. Лифтке кіріп, қыз оған пакетті лақтырып, менің атым Сара деп есігі жабылады. Қыз 23-ші қабатты таңдайды. Бала тұрады да, сәт түсіп, ол да соңын басады. Пакетті қараса, қыз бір қолғапты өзіне қалдырыпты. Лифт көтеріп келе жатып, оны біреу тоқтатып, ішке кіреді. Бала кішкене жынданады. Еркектің баласы балалықпен кнопкаларды басып тастайды. Жігіт ұрсып еді, бауырым, жай ғана бала ғой, не болды саған дейді. Сол мезетте қыз 23-ші қабаттан шығады. Жігіттің лифті тоқтап қалады. Джон не сезініп тұрған сіңген шарыстар. Лифт іске қосылып, орнынан қозғалады. Кездейсоқ бір этаждан шығады. Қыз бар ма? Жоқ. Үшеуі қайта кіріп келеді. Қыз үмітпен әлі 23-ші қабатта күтіп отыр. Бала топырлаған адамдармен 20-ші қабаттан шығады. Бар ма? Жоқ. Бәрі кеттік басқа этажға деп кіріп кетеді. Қыз жасқа толған көзбен лифтке қарап отыр. Үмітін үзіп төмен түсіп кетеді. Дәл сол сәтте есік жабылғанда қасындағы лифттен жігіт шығады. Бірінші қабатқа түсіп, қыз сыртқа шыққанда артынша жігіт те шығады. Әттеген-ай, көрмей қалады. Қыз көңіл күйсіз кетіп қалады. Жігіт атып шығып, ұқсас қыздарға Сара, сен ба деп сұрай береді. Бірақ іздеген қызын еш таба алмайды. Бала басын ұстағалы қалып кетеді. Ең бақытты болады деген жаңа жылы ең бақыттысына айналған сыңайлы. Келесі кадрда сағаттар, жолдар ауысқан бұлт пен қаланы тамашалаймыз. Сөйтіп бірнеше жыл алға ауысамыз. Отырса отырған адамдарды көреміз. Бір жігіт тост сөйлеп отыр. Өмірде адам ешқашан ұмыта алмайтын бір-ақ адамды жолықтырады екен. Джон үшін ол менмін деп отырғандардың көңіл күйін көтереді. Джонтон қасында қыз жоқ, бұл басқа қыз. Қыз болашақ күйеуіне, көрдің бе досыңды, қызымен қанша ұрысса да әрдайым бақытты дейді.
досы қане болашақ үшін тос деп отырысты жалғастырады. Кешке жалғыз өз қайтып көшеде кітаптарды көріп қалып ішінде номер бар шығар деп әлгі қыз айтқан романды алып ашып қалады. Жоқ, ол кітапта жоқ. Жігіт әлі қызды ұмыта алмай жүрген тәрізді. Ал арғы жақта Сараны көреміз. Қазір ол жақсы психологқа айналған екен. Арманда қызмен таныса алмаған айтып депрессияға түскен бала келеді. Еш етпейді. Ондай арман тағдырға сенбе. Бәрі өзіңнің қолында деп Сараның тағдырға қатысты ойы өзгергендігін байқаймыз. Жұмыстан кейін Сан-Францискоға көшкен қыз кемеге мініп қала теңізіндегі әдемі күнбатысты тамашалап үйіне қайтады. Ішке кірсе жердегі гүлдерді, артынша мені аш деп жазылған қорапты көреді. Ал қасында қорапшадан наны алып ашып қалса, ішінде ешнәрсе жоқ. Арғы жақтан бірінші маған иә деп айт деп жүзік ұстаған жігітін көреміз. Бірақ жүзігі қолына сыймай қалады. Ғашығы оны жаман белгі деп ойлап қалма дегенде қыз иә әрине үлкейте саламыз ғой дейді. Келесі кадрдан гольф ойнайтын жерде жаңалық түсіп жүрген Джонатанды көреміз. Кенеттен ойын алаңына Сара Лоусон деген әйел шақырады. Артынша шаш таразға келсе, оның әдеттегі шаш қысқартушысының орнына Сара деген қыз келіпті. Одан шығып таксиде отырғанда велосипедтегі жігіт ішінде Сара деген қыздың есімі аталатын музыканы әуендеп тұрған байқап, жігіт терең ойға кетіп, досына келіп, арғы жерден Сара деген есімді көріп жүрмін. Бұл не, белгі ма, кездейсоқтық па? Немесе шатырым кетті ма деп сұрайды. Досы, салам, 3 күннен кейін Хали деген әдемі қызға үйленесің. Есің дұрыс па дейді. Досы, иә, оны жақсы көрем, бірақ белгілер, символдар миымды жеп қойды. Ағымда сынап көруім керек. Сен Нью-Йорк Таймс әлемдегі ең күшті газет компаниясына істейсің. Оны табуға көмектес дейді. Егер сөйтіп, әлгі қыздың номер жазылған кітапты табармын деп, қаладағы кітап сататын дүкендерді аралай бастайды. Түк шықпай, кеше қызына оралып, онымен үйленгеннен кейінгі саяхатты сөйлесіп, қызы арғы жаққа кеткенде, кенеттен кезінде Сара сыйлаған пакетті тауып алып, ішін ашады. Екеуі танысудың себебі болған қолғаптың біреуі әлі тұр екен. Жай киіп көріп еді, ішінен жекті көріп қалады. Ашып көз тастаса, қыздың шотының номерін байқайды. Иә, бұл шанс. Келесі кадрда Сараның жігітін сахнада шығыс стиліндегі ұрып тұрып өлеңдеп тұрған тамашалаймыз. Біткен соң өзінен айнымайтын сіңілісі жігітімен келіп, «Вау, жүзік сыйлады ма?» дейді. Олар Сараға менімен Европадағы концерттеріме баратын шығарсың деген соң сіңілісі сенде жоқты үйлеріңде тұра тұрсақ бола ма деп сұрайды. Иә, әрине деген жауап алады. Қыздың аяқ асты көңіл күйі түсіп, жаңбыр астында сыртқа жүгіріп кетеді. Сыртта тұрып, кезінде Джонмен талқылаған Байсалды Люк атты фильмнің суретін көріп қалады. Қызда ертесі дереу Ив атты сәл ырмыңдап қалған құрбысына келіп, түндегі белгі жайлы айтып береді. Әлбетте ол да сенбейді. Джон бұрын қызбен кездескен сауда орталығынан келіп, сатушыдан планшетті қарап, сонда қыздың атын айта аласыз ба дейді. Сық сатушы, біріншіден мен жаққа өтпе, екіншіден сен менің уақытымды алып жатсың. Ал уақыт ақша, сондықтан бір нәрсе сатып алсаң жақсы болар еді дейді. Ой, сенде. Мә, мына галстукты алдым дейді. Менің апталық планыма жетпейді. Галстук $90, бірақ маған $700 зат сату керек деп жігіттің қанын ішеді. Жігіт іші ашса да ақыры келісіп, галстукпен түстес, клоундар киетін сияқты костюм сатып алып, ал енді қыздың атын ізде дейді. Мен іздеп қойдым. Бұл жабық шот. Ешқандай ат жазылмаған дейді. Жынданған жігітке, бірақ біздің қоймада оның адресін біліп алсаңыз болады. Бірақ онда кіру үшін арнайы қызметкер керек деп, оған жай аяқ киімін тық баштайды. Базар жоқ, сатушы екен. Кешке Сара үйіне келіп, жігіттің номері бар шығар деп долларды аударып қарайды. Онда еш нәрсе жоқ. Ертесі жігітімен сөйлесіп, үйленбес бұрын мен құрбыммен Нью-Йоркқа барып қайтайын дейді. Ол жарайды жаным, мен Еуропаға концертімен барамын дейді. Сәлден соң құрбысына келіп, туылған күніңе Нью-Йоркқа билет алдым. Қыдырамыз деп көңілін аулап отырған Сараны көреміз. Тентек қыз әлбетте қуаныштан басы айналады. Ұшақпен жолға шығады. Жол бойы Сараның көзі жасаурап, интуициясы оны алдамайды деп үмітін үзбейді. Ал мына жақта пысық сатушы Джон мен оның досы Дин магазиннің қоймасына келіп, қыздың шотын іздеп өліп жүр. Сәл бір жері кемістеп сатушы міне мынандай нәрселер істей бастайды. Жігіттің телефоны қоңырау шалса, оны да бермей жынына деді. Екеуі сөйлесіп, Джонның досы беделді журналист деп жүрсек, жай ғана қайтыс болғандардың тізімін жазатын жұмысшы екен. Арғы жақтан мынандай дауыс шығады.
Зорға қыздың шотын тауып, үшеуі жармасып жүріп, қыздың фамилиясын өшіріп жібереді. Бір-бірін сен кінәлі деп тұрып, қыздың адресін біліп алады. Бірақ ол 7 жыл бұрынғы адрес екен. Қалаға Сара мен Ив келеді. Таксиге отырып, қалаған жеріңізге алып барыңызшы дегенде, құрбысы не қонақ үй жалдамадың ба дегенде, келу мақсатым басқа деп жайтты айтқанда, ол ренжіп кетіп қалғысы келеді. Бірақ отырып, қанша тырыссам да, қанша жыл бұрын 1 сағат қана сөйлескен жігітті әлі ұмыта алмадым. Әрекетім есі дұрыс емес адамның иә білем, бірақ өзімді тағдырға беріп, оны соңғы рет іздеп көргім келеді деп көз жасаурап таксиге отырады. Тенде қыз жібіген холда отырады. Сара таксистке Джонды жоғалтып алған әлгі Уолдорф Астория деген қонақ үйдің есімін атайды. Қонақ үйден шығып, басы бұрған жаққа жол тартады. Мына жақта тағы екі жүгірмек жылжымайтын мүлікте істейтін жас маманнан қыздың адресін біліп, ертең үйлену тойы болатын болса да, сонда бақытталады. Жолай Джонға бір ит кезігіп жармасады. Сәлден соң дәл сол ит Сараға жармасады. Демек олар жақын жерде жүр. Қыз жердегі парақтардан гольфтің суретін көріп, басы сол жаққа ауып кетеді. Екі бас қатқырлар метрода милары ашып кетіп бара жатыр. Гольф алаңына келіп, қыз Джон осында, оны сезіп тұрмайды. Ойыншыларға көз тастап, дәл соған айнымайтын жігітке безірейіп қарап тұрып алады. Жерде отырған камера операторы «Мисс, әрі тұрыңызшы» дейді. Бұл Джонтонның коллегасы. Ол бүгін осында видео түсіруге келу керек болған. Бірақ қызды іздеп, миы атала болып, қаланың басқа шетінде кетіп бара жатыр. Қыз өткенде Джон отырған орындыққа отырып, байқаусызда артына жабысқан сағызды ұстап қалады. Оны да Джон жабыстырып кеткен екен. Ал астындағы қабатта Джонның әкесі гольф ойнап тұрып, байқаусызда гольф ақымақтардың ойын деп тұрған Ивтің басына дәл тигізіп, «Оу» деген сойды. Қостос французға келіп, еркектің есімін зорға айтып, мен іздеген қыз осында ма? Жо, бұрын бір қыз квартирант ретінде тұрған, қазір жоқ, кетіп қалған. Бірақ мен оған жақсылап салдым. Неңіз салдыңыз дегенде, досы, суретін салдым ғой деген ғой деп жүрегін орнына түсіреді. Француз, айтпақшы менде қыздың суреті бар. Көрсетейін ба? Әрине деп асықстап күтіп ашып қалып еді. Еркек қызық болса, қыздың пәтерлік қызметі қайда екенін білемін деп, әлгі екеуі алғаш тамақтанған көрегендік деп аталатын ресторанның төбесінде деп айтады. Екеуі ұшады. Сол мезетте дәл сол кафеде екі құрбы отырады. Ив Сараға, сен сонда тағдыр не көрсетсе, соған көніп жүре бересің бе? Қалқам-ау, жап-жақсы жігітім бар. Өмір тағдырда емес, өз қолыңда. Кет, қайтайық деп көндіреді. Тентек қыз официант берген сдачадан ақша алып, әмиянына салып жатқанда, доллардан таныш жазуды байқаймыз. Екеуі таксиге отырған сәтте, дәл қастарынан ана екеуі өтіп кафеге кіреді. Досы квартиралық қызметке жауап беретін бөлімді көшіп жепті. Кеттік жылдам деп еді. Джон, қарасай, жаратушым, жаңа келінге нұрыңды жаудыр деп жазып қойыпты. Бұл көтіңді қыста қасыңа үйлен деген белгі ғой, көрмей тұрсың ба деп үмітін үзбекші болады. Бірақ қыздың құрбысына қарағанда Джонның досы топас сонша жол жүріп, енді жай ғана бас тарта салайын дедім ба десе де, жігіт кеттім, үйленуге дайындалам деп үмітін үзеді. Қыздар Лив күтіп тұр еді. Джонның қызы шыға келіп еді. Ив, Халли, сен ба дейді. Сөйтсе екеуі кезінде группалас болған екен. Сараны таныстырады. Ертең мен тұрмысқа шығамын. Бүгін міне дайындық болады. Қаласаң кел, өзіңмен партнеріңді алып келеді. Ана екеуі жарылып күліп, жоға біз андай емеспіз, жай ғана құрбылармыз деп түсініспеушілікке түседі. Бірақ Сара, жоқ, мен бөлмеме барып, өзімнің жігітіме қоңырау шалайын дейді. Сөйтсе жігіті Европа емес, қонақ үйде оны күтіп жатыр екен. Мені қалай таптың? Интуиция. Шын ба? Қонақ үйде жатқандардың атымен таптым дейді. Сол мезетте қонақ үйдің астыңғы қабатында үйленуге дайындық болып жатыр. Мына жігіттің түрі үйленетін адамға ұқсай ма? Ай қайда. Өзінен басқасының барлығының бетінде мыржиған күлкі. Ал арғы жақта Халидің шақыруымен Ив дайындықты тамашалап отыр. Біткен соң оған ертең тойға келді. Қасыңа әлгі құрбыңды ала кел дейді. Сәлден соң Халидің көңілі түсіп, не ойың басқа жақта жүр? Ертең той ғой деп ренжиді. Жігіт, болды, енді бәрі артта, уайымдамай дейді. Қыз оған неге сыйын табыстайды. Қыздың сыйын ашып қалса, таныс кітаптың бетін көреміз. Жігіт бір сәтке үнсіз қалады. Қыз, сен осыны әбден іздеп едің ғой. Міне мен бірінші шығарылымын таптым дейді. Жігіт жай ашады. Қыздың номері. Көзі жасаурап, рахмет деп алғысын білдіреді. Досымен таксиге отырғанда, бұны Хали маған үйлену тойыма сыйға тартты деп оған кітапты тастайды.
қалтасынан телефон алып береді. Ол жұмысынан қоңырау шалып, Сара Томстың адресін анықтап берші дейді. Джонатан болса, әлі өзіне келе алмай отыр. Ары жақта Сара жігітімен келе жатып, соңғысына біреу қоңырау шалып тоқтай тұрады. Қыз түсіп қарап қалса, ана жақта кезінде Джон мен жаңа тепкен желер тұр екен. Келіп отырады. Жігіті, мына жұлдыздардың аты қандай екенін білмейсің ба десе, қыз курткасын шешіп, қолына қарап, Джонның айтқан аңызы есіне түсіп, бұл Кассиопея деп айтады. Сан-Францискоға ұшақпен шығып, жолай досы, қызым маған айырылысамыз деп айтты дейді. Сендер өткенде ғана өліп тіріліп махаббаттарың жанып отырған еді ғой? Иә, бізде махаббат сөніп қалған. Бізде міне мынандай нәрселер жетіспеді. Сен сүйгенің үшін жынданың әрекетін істедің, бірақ енді жемісін беріп жатыр. Сондықтан саған көмектескім келеді дейді. Қыздың адресіне келеді. Досы атып шығып қарап қалса, іште махаббатпен айналып жатқан жұпты көреді. Бірақ бұл киноның басында сенің үйінде тұрсақ бола ма деп сұраған Сараның сіңілісі мен жігіті. Оны білмеген Дин Джонға көріністі көрсеткісі келмейді. Бірақ ақыры көреді. Сіңілісі болғандықтан оны Сараға ұқсатып, көңіл күйі табанына түсіп кетеді. Жерге жатып досы не болса да жақсы саяхат болды. Ал кеттік. Ертең үйленесің ғой деп жұбатып, білдіртпей еңбектеп кетіп қалады. Ертес ұшақта үйіне қайтайын деп отырған Сара стюардессадан бір зат сатып алайын деп еді, әмиянын алса, корпусыңмен алмасып кетіпті. Ішінен доллар алып, әйелге созады. Тоқта, ондағы жазу. Иә, бұл кезінде Джонның жазған номері. Әйел ол ақшаны басқаға беріп үлгереді. Қыз атып тұрып, кешіріңіз деп жолып алып, асықыстап ұшақтан түсіп кетіп қалады. Қолына қолбағын ұстап алып, қала әкімшілігіне қоңырау шалып, Джонның мекен-жайын біліп алады. Адреске келсе, көршілері кешіктіңіз, бүгін оның тойы дейді. Таксиге отырады. Қырсыққанда кептеліске тұрып қалады. Болмаған соң жаяу жүгіреді. Ал үйлену тойы сол өзі қонып жүрген Уолдорф Астория қонақ үйінде болып жатыр екен. Атып кіреді. Той бітті ма? Шал иә дейді. Қыз кешікті. Шығып бара жатыр еді. Біткенде ол басталғанда жоқ. Той болмайтын болды дейді. Қыз қуаныштан жас төгіп, артынша жаман болыпты ғой деп шығып кетеді. Өз-өзін алдамай, қызмен айырылысқан Джон досымен сыртта жүріп, күн суып кетті ғой деп, Дин оған, «Мә, сен өліп қалсаң, сен жайлы мынандай мәтін жазар едім» деп қағаз ұстатып, өзі, «Ой, қызыммен қайта татуласайын» деп гүлмен кетіп қалады. Жалғыз қалған Джон мәтінді оқып, досы оның тағдыр, өмірге қатысты пікірін қағаз беттеріне түсіргеніне қайран болып келе жатыр еді. Болды, әлгі қызбен жолыққан жерге келіп жетіпті. Сара болса, қалаға қайта оралып, құрбысын шығарып салады. Тағдырға күмәнмен қарайтын Ивтің көзқарасы 90 градусқа өзгеріп кеткен сыңайлы. Курткаң қайда? Күн суыды, үсіп қаласың ғой деп, ол да кетіп қалады. Коньки тебетін жерде отырған Джон бір куртка тауып алады. Қолына ұстап, алаңға барып, сәл отырып, қардың жауғанын байқап, бетінен күлкі пайда болып, жай аспанға қарап жата салады. Нью-Йоркта жапқан қар керемет емес пе? Қардың жапқанына тамсанып жатыр еді. Төбеден бір нәрсе түседі. Қолғаптың екіншісі қайдан? Артындағы силуетті байқаймыз. Бұл Сара. Түсінбе, өңбе деп жігіт орнынан тұрады. Ешкім жоқ. Жым-жырт. Аяқ астынан жапқан қар арасында екеуі бір-біріне жақындай бастайды. Джон бетінде үнсіздік, бірақ көзі жасқа толы. Сонша жылдан кейін тағдыр екеуін ақыры қосты. Екеуі қайтадан танысады. Мен Джон, мен Сара. Ғашықтардың ерін тоғысып, жылы сүйіседі. Сол жерде бір жыл алға, жаңа жыл қарсаңына ауысамыз. Екеуі алғаш кезіккен жерлеріне оралады. Романтиканы әлгі пысық сатушы екеуі спирттік сусын ішуге болмайды, шығып кетіңдер деп бұзады. Джон, мені ұмытпадыңыз ба? Міне әлгі қыз дейді. Иә, сағат 8 болды. Жабыламыз, кетіңдер деп бастайды. Міне, осылай біздің киномыз да аяқталады. Достар, ал сіздер тағдырға сенесіздер ме?